кез келген жоқшылықтан шыққан адам сөйтіп өмір бақи жүреді деп ойламаймын. Сен қаншалықты көп рискке бара алсаң, сен соншалықты көп нәрсе қабылдай аласың деген сөз. Сенің безбашенный екеніңді осы кино түсірем деген кезде ғана түсіндім дейді. Киноны түсіру туралы шешім сіз үшін ең қауіпті, бірақ сізді биікке шығарған шешім болды ма? Сол 100 адамның отбасына Алла тағала мен арқылы ризығын беріп жатыр ғой. Соңғы шампуньымды сатып бітірген кезде өте қатты қорқыныш болды. Себебі мен өзім патологыма тұрып қалдым. Кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді деген өте дұрыс сөз екен ғой негізі. Бірақ мен ақшадан өлгенмін. Bir нәрсені бастасаңыздар жеткізеді Алла тағала. Bir нәрсені бастау керек. Бірінші алғашқы штативімді әкеліп беріп, күйеуім мысалы, оказывается, TikToктан ақша табуға болады екен ғой деген сияқты. Солай келді да, маған біреу үйреткен жоқ оны. Ал құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздің тұсаукесеріміз Табыстайым атты подкастымыздың алғашқы қонағы Эльмира Абдырханова, тауарлық бизнестің королевасы, қазіргі таңда Элайн брендінің негізін қалаушысы, нарықты жарып жатқан, нарықты жаңа деңгейге көтеріп жатқан, сондай бір керемет дүниенің авторы деп білемін. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Дана. Бірінші подкастыңыз құтты болсын, және мені шақырғаныңызға өте қуаныштымын. Тұсаукесерде кішкене қобалжып тұрмыз, енді көреміз, алғашқы выпускыңыз керемет шықсын. Аумин. Рахмет үлкен. Өзіме де, сізге де сәттілік тілеймін. Жалпы негізі бұл подкасттың мақсаты бар. Бұл подкаст барысында мен сіздерге арнайы қонаққа, сондай табысқа жеткен, өмірде үлкен жетістіктерге жеткен жандарды шақыру арқылы сіздердің де өмірлеріңізге жаңа леп енгізетінімізге сенімдімін. Қош келдіңіз. Ал мен сізді жалпы қарайтыныма осымен бір 3-ші жыл кетіп бара жатыр. Ауылдағы кезіңізден көремін. Жалпы менің ойымда Эльмира деген кім? Эльмира ауылдан шыққан миллиардер болып көрінеді маған. Сонау Ақбастау ауылы әлі де барып тұрасыздар, иә? Сол ауыл сіздің, менің ойымша, бір место силаңыз сияқты, иә? Сол жаққа барып күш жинайтын сияқты болып көрінеді. Сол ауылда қарапайым айлыққа өмір сүріп жүрген кезде осындай миллиардтық айналымға шығам деп ойладыңыз ба? Жоқ, мүлде ондай ойым болған жоқ басында. Менің осы блогты бастайтын кезде жалпы негізі мен мамандығым мұғалім ғой. Мен мұғаліммін, күйеуім қарапайым Алтындан деген фирманың жұмысшысы болды. Басында грузчик болып кірді, одан торговый представитель болды, одан супервайзер болып көтерілді, өте адал жұмыскер. Бірінші мен өзім тұрмыс құрған кезде, сол Ақбастауға тұрмыс құрған кезде мен ойлағам, болды, менің өмірім біткен сияқты момент болған сол кезде негізі. Ауылға бара жатырмын, үлкен семья, жағдайлар өте қарапайым. Мен де өзім қарапайым жерден шыққан. Одан мен өзім негізі баяғыдан амбициям мықты қыз болдым да. Амбициям Алматыда тұруды армандап, бір қалада тұруды армандаған қызбын. Бірақ ауылға барған кезде, Ғазизға жолдасыма тұрмыс құрған кезде менде мүлдем ондай миллиард табу, ондай мүлдем ой болған жоқ. Біріншіден мен жасым 27-ге келген. Бізде оңтүстікте білесіздер ғой, 27 жасқа келген кезде тұрмыс құру керек деген сияқты. Мен ата-анам айтатын, мен тұрмыс құрмаймын, мен керемет бизнесмен боламын деп сөйтіп мақсаттарым болды, бірақ енді бәрібір сол оңтүстікте жүргеннен кейін тұрмыс құру керек болды. Жолдасымды кездестірдім. Жақсы, өте керемет адам мен жолдасым. Сөйтіп ауылға барған кезде мен өмірім бір біткен сияқты момент болған басында. Сөйтіп бұл сенім қайдан келді сізге? Ішіңізде сіз айтыласыз ғой, менде амбиция мықты деп. Бұл ата-анаңыздың салып бергені ма, әлде өмірдің бір айналаңыздан келген дүние ма? Қайдан келді деп ойлайсыз бұндай сенім? Точно білмеймін, бірақ мен өзім отбасымда да жалпы негізі саудагерлер жоқ. Бірақ мен сауданы енді бір орынға қойып жүрген адаммын ғой енді. Бірақ негізі өзімнің ата-анам да, ата-апам да бір саудамен айналысып керемет бір бай отбасының қызы емеспіз жалпы негізі. Бірақ енді кез келген жоқшылықтан шыққан адам сөйтіп өмір бақи жүреді деп ойламаймын. Мендегі көршілеріміз болды, ағайын туыстарымыз, бақуатты отбасылар болды ғой енді. Соларға қарап менде, неужели менің өмірім осымен бітеді? Осылай қарапайым отбасында болып қалам, мен шетел көрмеймін, мен ақша таппаймын деген сияқты өте қатты құлшыныс болды. Одан кейін мен оқуды Алматы қаласында оқыдым университетте. Сол кезде Алматыға келген кезде менде екінші леп пайда болған сияқты. Студент кезімде мен байлардың үйінде жаңағы күтуші болып жұмыс жасадым негізі. Бала қарадым, няня болып жұмыс жасадым. Сол кезде мен байлықтың сол кезде иістерін көрдім да.
адамдар қалаған уақытында қалаған нәрсесін алып жиі алу, жаңағы сондай шетелге бару деген сияқты сондай нәрсені көріп мен өте қатты өзіме мотивация алдым. Болды, мен бұндай өмірге лайық түбегейлі емеспін деген шешім сияқты, қабылдадыңыз. иә, өте көп мотивация алдым. Именно бай адамдардың өмірінен. Бізде қазір қоғамда білесің бе, Дана, қазір бай адамдарды көрсе, как будто олар арам жолмен ақша тауып жатқан сияқты. Бізде байларға деген өте кері қарама қайшылық бар да. Кез келген бай адам адал жолмен таппаған ақшаны, олар жемқорлар, олар біреуден ақша тартып алған сияқты понятие болады ғой біздің қоғамда. Но бірақ менде ол моментте қайта бай адамдар маған бір жаңа леп берген сияқты болды қайта. Осылар сияқты мен де ақша тапсам ғой, осылар сияқты мен де өмір сүрсем ғой деген сияқты қайта мен мотивация алдым. Менің де қолымнан келеді деген сенім пайда Иә. болды ғой. Иә, мен де қолымнан келеді деген. Жалпы мен байқаймын сіздің инстаграмда күнде бақылап отырамын, өте тәуекелшіл адамсыз. Тәуекел сіздің екінші есіміңіз, бірінші есіміңіз Эльмира болса, екінші есіміңіз менің ойымша тәуекел. Мен расында рискқа баратын адамдарды өз басым қатты жақсы көремін, себебі өзім ойлаймын, сен қаншалықты көп рискқа бара алсаң, сен соншалықты көп нәрсе қабылдай аласың деген сөз. Енді жалпы сіз осы жауапкершілік пен тәуекелдің ортасын қалай ажыратасыз? Ондай рисктарға барарда бір ішкі интуицияңыз көмектесе ме, әлде біреулерден ақыл аласыз ба, может консультацияға барасыз ба? Жалпы бұл риск, бұндай қадамның артында не бар? Дана айтады ғой, жаңағы біреулерден оқып, немесе жаңағы психологқа барып көбісі совет алып жатады ғой, бірақ мен өзім негізі психологсыз көтерілген адаммын. Өміріме Мүлдем бармайсыз ба психологқа? бір рет осы жақында бардым енді. Бірақ оған дейін өзім көтерілген моменттерімде ешқандай психологтың көмегі қажет болған жоқ маған. Одан кейін жаңа сен сұрағыңа тәуекел мен жауапкершілік деп жатсың ғой. Өзім негізі интуицияма қатты сенемін. Өзім интуициям мықты қызбын негізі. Бір нәрсені бастадым ба, до конца апаратын қасиетім бар. Одан кейін жаңағы болмай қалса да, не бопты, оны да көреміз деген жақсы қасиетім бар. Бір адамдар болады ғой, бір бизнес бастап немесе бір нәрсені бастап болмай қалатын болса, енді тұрмайтын сияқты болып жатады ғой. Болды, это не мое деп. Бірақ мен қайта көре берген жақсы көремін. Одан мен қайта мотивация аламын, одан бетер қайтадан ұшам. Ал егер мен өзіме недостигаемый цельді қойып қоятын болсам, қайта одан қанаттанамын, соған жетпейінше. Тынбайсыз. Иә, тынбаймын десем болады. Просто өміріңізде бір өте қауіпті болып көрінген, прям осыны жасасам, қолымнан келсе мен ұшам, болмаса жасамасам, жаңағыдай рискісі өте жоғары дейтін бір шешімдеріңіз болған ба? Рискісі өте жоғары шешім. Біз былтыр білесің ба, білмейсің ба, кино түсірдік қой біз. Сол кезде өте қатты рискке барғам. Ол кейбір адамдарға, ой, қойып берші, ол кино түсіру не ол деп көрінуі мүмкін, но бірақ шынымен егер ішкі кухнясына кіретін болсам, өте тәуекелге өте үлкен екен тәуекелі. Біріншіден, ол біздің киномызға 250 миллион теңге кетті. Екіншіден, ол мен өзім ол кинода вообще ол салада жоқпын ғой мен. Просто мен оны армандадым. Сол кезде жолдасым айтады ғой маған, сенің безбашенный екеніңді осы кино түсірем деген кезде ғана түсіндім дейді. Себебі ол моментте біз Алматыға жаңадан көшіп келген болатынбыз, даже бізде үйде жоқ, оны армандап жүргенімде. Үйіміз жоқ ол кезде, квартирада тұрамыз, Алматыда 350 мың теңгеден жалдап. Астымызда бір көлік бар, жаңа каргомыз бар, Қытаймен бизнесіміз бар, бірақ енді орнығып, енді үй алуға ақша жинап жүрген адамдармыз да. Бірақ мен өзіме 250 миллиондық цель қойып қойғам ғой. Болды, біз кино түсіреміз деп, даже режиссерлармен, продюсерлермен кездесіп запуск жасап қойғанбыз, бірақ бір тиын ақша жоқ. Сондай бір риск. Өздеріңіздер ақшаны қайдан алдыңыз? Біз 250 миллионға кино түсірдік. Әрекет. Бір жыл дайындалдық негізі. Әрекет жасадық. Бір жыл дайындалдық. 2023-тің желтоқсан айында түсірілді. Шри-Ланкаға барып, сол кезде бізге 180 миллион теңге керек болды ғой енді. Сол 180 миллион, білмеймін. Басқа кезде мен ақшаны оңай табам да. Бірақ именно осы кино түсіруге келген кезде өте қиын табылды енді. Өте қиын табылды. Мен кәдімгідей өзім аяғым ауыр, 8 айлық балам, 3-ші балам аяғым ауыр. Сол 8 айлық аяғым ауыр болса да Қытайға шығып алып, өмірімде сатпаған нәрселерді саттым десем болады. Мебель, жиһаздар. Даже кеше ғана мен командамен кездесіп отырып, не сатпадыңыз сіз дейді да. Бәрін таратушы солар ғой енді. Даже күмісті де саттық, сырт киімдер, курткаларды да саттық. Өте минусқа кірген моменттер болды енді. Оның артында не деген мынандай колоссальный еңбек жатыр да. Бірақ сол таратуда менің өзім туған сіңілім куртка сатқан ғой мен 5000 штук. Сөйтіп Қытайлар алдап жіберген.
размерлер не то, басқа модельдер салып жіберген. Менің сіңілім, туған сіңілім өте қатты стресс алған, ешкіммен сөйлеспей қойды 1 ай. До того куртка таратып адамдарға, білесің ғой енді, размерлер не то келсе, олар келіп айқайлап кетеді, возврат жасап кететіндер бар. Сондай қиыншылықтарды өткіздік та. Соны қазір біз күліп еске алып жатырмыз. Киноға өте ақшаны қатты еңбекпен таптым десем болады. Именно осы моментте өзім кәдімгі аяқпен жүріп тұрып, сатпаған нәрсем жоқ. Айтып отыр ғой, жаңа күмісті де сатып жібергенбіз ғой. Күмістер бүйтіп уыс болып келген кезде қыздарым отырып алып бүйтіп оны әрқайсысына таратуды айтсаңызшы, майда ғой ол жұмыс деген. Ондай команданы ұстап тұру үшін бәріне айлық беру керек. Сізде қорқыныш болмай ма? Айлығын төлей алмай қалам, аренда төлей алмай қалам деген. Мысалы, көп адам бизнес бастағысы келеді, бірақ артында ой тұрады. Мысалы, мен өзімде кейде болады, қанша табыс тауып жатсам да, а вдруг мен зарплаталарын бере алмай қалам уақытында деген сияқты. Ондай қорқыныш болмай ма сізде? Болады ғой ондай. Басында мен ауылда тұрған кезде мен Қытаймен бизнес деп Пинтодо деген курстар шығып бастады ғой. Сол кезде мен бәрін өзім істейтін. Өзім 100 оқушым бар, студентім бар. Ол кезде курс сататын енді. Сөйтіп студентім бар, бәріне өзім жауап беремін. Үйдегі тірлігім бар, бала шағам бар, ата ене бар ол кезде. Жаңағы күйеуім бар. Күйеуімді, қайнымды бәрін отырғызып қоямын да кешкісін жауап бергізем ғой. Жаңа куратор қылып қоямын соларды ше. Сендер куратор боласыңдар, жауап беріңдер деп. Мен до того өзім қорқыныш, менде менеджер алсам, оның ақшасын тауып бере алмаймын деген сияқты қорқыныш болды баста өте қатты. Сөйтіп жаңа қайныме беріп қоямын, ол жауап береді, дұрыс жауап бермесе оған ұрсам, күйеуіме отырғызып қоямын, ол жауап бермесе оған ұрсам. Сөйтіп менде қатты жауапкершілік көбейіп кетті да, студенттерім көбейіп кетті. Содан кейін мен стресс алдым өзім. Басым істемей қалды. Телефоннан қаша беретін болдым. Жауап беріңдер деймін да, қашып кетемін, өзім ыдыс жуып жүремін. Сөйтіп сол кезде күйеуім айтты, бір менеджер алшы, пожалуйста, басың не болып кетті, бізге ұрса бересің, нервный болып кеттің деп. Сөйтіп сол кезде қорқып 100 000 теңгеге бір алғашқы менеджерімді алғам. Менің қорқынышым жаңа ақша тауып бере алмасам қалай болады деген ғой жаңағы. Сол кезде бірінші менеджерді алып, ол менің ответственностімді сол күні беріп тастаған. Мынау сенікі бәрі деп оған түсіндірмейші. Бәрін беріп тастаған кезде жеңілдегенімді айта алмаймын ғой. Не деген сезім болды менде, рахат екен ғой мынау деген деп. Содан кейін тауып беремін деген мақсатты қойдым өзіме. Неге ақша келіп жатса, неге менеджерге бермеске деген сияқты. Содан кейін бір менеджерден қазір біз бүкіл Қазақстан бойынша менің қол астымда негізі 100 адам бар негізі. Сол 100 адамға мен ай сайын енді кемі 10 миллион теңге кетеді ғой енді зарплатаға, кемі. Одан көп болмаса. Бірақ Алматыдағы командамның өзі 30 адам. Қалған қалалар, жаңа таратушы қалалар бәрін команда деп санаймын мен негізі. Бәріміз бір кемеде жүргеннен кейін. Мен мынандай ғой, қазір мені көбінесе тауар сатады, өзіне керемет пайда түсіріп жатыр деп ойлайды ғой енді. Тауып жатырмыз, Аллаға шүкір, өз еңбегіміздің арқамызда. Бірақ сол 100 адамның отбасына Алла тағала мен арқылы ризығын беріп жатыр ғой. Кемі 300 000 алатын менеджерлерім, 5 миллион, 10 миллиондап алатын адамдарым бар. Бірақ соның барлығы несібесі менің арқамда деп айтпаймын. Мен никогда мен демеймін. Алла тағала мен арқылы беріп жатыр. Мен просто ортадағы көпірмін. Сондықтан Алла тағалаға бір тапсырып қоям. Зарплатаны уақыты ай сайын бір күні біз зарплата береміз. Алла тағалаға тапсырып қоям. Саған тапсырдым, зарплата уақыт келе жатыр деп қоям. Как анау бар ғой, жолдасыңа тапсырған сияқты Алла тағаланы да мен өзіме доляға алып алғам. Сіз тауып бересіз ақшаны деп сөйлесем, Алламен сөйтіп табылады әйтеуір. Сенім ғой былайша айтқан кезде. Бірінші Құдайға, екінші өзіңізге деген бір сенімдік күш қой. Сіз бірінші рет көрдіңіз, что менеджер алсаңыз, мен сенімдімін, что ол менеджерді алғаннан кейін, скорее всего, сіздің жұмысыңыз еще лучше болды, иә. То есть сіздің командаңызға дұрыс адам келсе, ол ары қарай сізді тек қана өсіретіндігіне бір жол ашылған сияқты ғой, иә. Осы кино, жаңа кино деп айтып қалдыңыз, 200 миллион деген өте үлкен сумма. Ол кейбір адамдар даже ойлауға қорқатын сумма. Сіздің ойыңызша сол киноны түсіру туралы шешім сіз үшін ең қауіпті, бірақ сізді биікке шығарған шешім болды ма? Иә, өзім үшін деп айтайын. Бірақ бір керемет бір материалдық жағынан биікке шығарған жоқ біріншіден. Ол минусқа кетірді мені. Но бірақ мен өзіме деген сенімділігім өте қатты артты. Біріншіден сондай нәрсені жасай алу, ол 2-1-нің қолынан келе бермейді.
ол өте рискованный нәрсе. Ол жақта мүлдем мен тек қана просто біреудің интервьюін көріп отырып, Гүлнұр Мамасарипованың интервьюін көріп отырып, мен неге мен де жасай алмасқа деген сияқты арманнан туылған дүниені мен жасауым сол өзіме деген қатты вложением болды. Өзіме қатты сендім, Алла тағаланың құдіретіне сендім, жасай алады екенбіз ғой, адамдарда, қарапайым адамдар жасай алады екен ғой. Мен сол кезде киноны түсіріп, үлкен экрандарға жаңағыдай шығарған кезде оның алдында өте, енді біз ауылда шыққаннан кейін ол актерлар тек қана телевизордан көреміз ғой, енді сөздің ашығы. Ал мен біз бұл жерде кәдімгі өзіміз жалдап, оларға ақшасын беріп, гонорарын беріп, кәдімгі біздің қасымызда жүрді олар. Ол өте керемет сезім олар. Мысалы, Ғани Құлжанов ағамызды тек қана Перекресттіктан, телевизордан өмір бақи көріп өттік қой. Ал ол кезде Эльмира жаным деп жүгіріп жүрді біздің қасымызда. Как будто біз үлкен адам сияқты өсіп кеткен сияқты, бір өте керемет рост берді маған, өте керемет күшті таныстықтар алып келді. Кино әлеміне деген өте керемет жол ашылды. Просто кино парктың иелерімен танысып, мысалы, өте үлкен адамдармен танысуға керемет мүмкіндік болды. Негізі орта адамды өсіреді ғой, жаңа айтады ғой, қасыңда 3 миллионер болса, 4-ші сен боласың деген. Тура сол сияқты мен өте қатты рост берді. Именно өзіме деген уверенностьтен, тағы да атақ даңқ деген жағынан, сондай дүниені жасалу деген жағынан, бірақ материалдық жағынан минусқа әкетті. Сіз мысалы бағанадан бері айтып жатсыз, мен өзіме сенем деп, жалпы қазір мысалы бізді өмірде орнын таба алмай жүрген бір адамдар көріп отыруы мүмкін. Кино түсіру ойы келді. Мысалы маған да келді, например, қазір кино түсіру деген, бірақ мен бұлай тез шешім қабылдай алмас едім. Сізде ол табиғи құбылыс па, әлде бір... Мен тез эмоциональный адаммын. Тез шешім қабылдап, тез соны жүзеге асырып тастамасам, мен шыдай алмайтын адаммын. Табиғатым сондай адам. Мен болмай қалса да қой бер болды деймін. Мысалы, 50 миллион минусқа кірсең де, не істейсің енді, амал жоқ қой оған. Ол жыласаң да, стресске жатсаң да, үйде ештеңе түсірмей жатсаң да, мысалы, экранға шықпасаң да, ол ештеңе өзгермейді ол минустан шы. Сондықтан мен өзім табиғатымнан да, ойың келді ма, Алла тағала ой берді ма, соны тез жасап тастау. Ол неспроста беріледі. Менің ойыма келді ма, сразу мен күйеуіме айтамын ғой. Мен күйеуім уже менің безбашный, осындай спонтанный ойларыма әбден үйреніп алған ғой. Қойшы, сенен бәрін күтуге болады деп отыра береді ол. Соны тез орындағанды қалаймын. Енді арамызда өзін таппай жүрген адамдар өте көп болуы мүмкін да енді. Соларға мысалы айтатын болсам, мен мысалы бағым 30-да жанған деп айта аламын мен. Себебі мен тұрмыс құрғаннан кейін, ауылға барғаннан кейін ештеңенің кеші жоқ екен ғой негізі. 30 жасқа біреуге берілуі мүмкін, біреуге 40 жаста берілуі, біреуге 50 жаста берілуі мүмкін. Көре беру керек. Бір нәрсені көргеннен кейін екінші рет аяғын шалмай қалатын адамдар бар мысалы. 1 миллион минусқа кірсе, соны глобальный проблема көріп отыратын адамдар бар да. Но бірақ бәрі өтеді. Ол 1 миллион деген не ол? Твой потолок чей-то пол деген сөз бар ғой. Мысалы, мен 50 миллион минусқа кіріп жылап жатсам, ол 50 миллион теңгеге біреулер обед ішіп киініп алуы мүмкін да. Сол сияқты, мысалы, 1 миллион теңге біреу обед ішу мүмкін, біреуге өмірдің мәні болып көрінуі мүмкін ше. Ол ақшаны бере береді ғой. Тапқан сайын келе береді. Сондықтан ақшаға зачислить етпеу керек. Бүгінгі сенің айтпақшы тақырыбың не ғой? Ақша тақырыбы ғой. Сол кезде өзім мойындап кетейін. Негізі мен айтамын, күлемді өзім. Ақшаға зацикливаться етпеу керек, ақшаны жүректе ұстамау керек шынымен. Ақша қолдың кірі ғой. Бірақ мен ақшадан өлгенмін деп мойындап қояйын осы жерде. Бірақ ақшадан өлмеген адам жоқ шығар енді барлығы. Себебі қазір бәрін сатып алу үшін, нормальный өмір сүру үшін ақша керек. Сондықтан сен керемет тақырып қойыпсың бүгін. Как раз менің темам екен деп қояйын да. Ақшадан өлгендердің деп. Сіз ертеңгі күні, мысалы, көп адамдарды байқаймын, ортада ертеңгі күні ақша бітіп қалама деп қорқады. Мысалы, мен қазір, например, 20 миллион ақша таптым, депозитіме салып қойдым. Яғни 20 миллионға қорқып отырады жаратуға, тиіспей, оны сақтап, мысалы, ертеңгі күні ақша бітіп қалама деген қорқыныштан арыла алмай жүреді көп адамдар. Сізде сондай сезім болды ма? Болды. Басында болатын менде. Енді мен керемет миллиардтарды бір күнде тапқан жоқпын ғой негізі. Басында мен 500 мың тапсам болды, жетеді деп ойлайтынмын. Одан кейін 500 мың тапқан кейін 1 миллион болса ғой деп Құдайдан тілейтінмін. 1 миллионға да жеткен кейін уже 10 миллион дейсің, 10 миллионнан 100 миллион дейсің. Сөйтіп көтеріле бересің ғой. Бірақ менде де қорқыныш болатын басында. Вдруг мен осының бәрінен айырылып қалып, қазір ештеңесіз қалсам деген сияқты, ондай моменттер өте көп болды, бірақ менде мынандай моментті артыма қараймын да, өзімді
өзіммен салыстырамын арт жақтағы. Сонша дүние жасадың ғой, значит сен ештеңесіз қалсаң да тағы да жасай аласың оны деген сияқты. Сондықтан мен қолымдағы бәрін қазір потерять етсем де қорықпаймын. Себебі артымдағы заттарға қараймын да, жасай алдым ба, смогу еще раз деген сияқты мотивациям бар менің деп. Өзімді өзім көндіресің ғой енді. Сенім ғой. Сенім, иә. Сіздің инстаграмдағы, тиктоктағы біраз видеоларыңызды көргем ремонт туралы. Жалпы осы ата-ана тақырыбы, әке шеше, бауыр, ата ене тақырыбында негізі өте көп әңгіме қозғауға болады. Мен сізді өз басым шыны керек басымды иіп тұрып сыйлайтын бір нәрсе бар, ол сіздің сондай зәулім үй тұрғызып беруіңіз. Негізі қазақта ұл балаға міндеттейді ғой ондай нәрсені, жаңағыдай әке шешесіне үй соғу керек, жағы тал егізу, сол үйдің алдына тал егу керек деген сияқты. Бір моментте екі отбасыға бірдей сондай қанша елдің арманы болған үйді тұрғызып беру. Жалпы бұл ой енді ойлаймын сіздің басыңызға келгеннен кейін енді әңгімеңізден байқап отырмын, іске асыру керегін білдіңіз. Сол үй туралы айтып берсеңіз, екі үйді қатар салу деген қалай ол? Бізде білесің ғой, біз қазақтар, тем более біз ауылдан шыққан қыздарда чувство вины деген көп болады. Қыз болсын, ұл болсын, бәріміз ата-анаға көмек деген бізде заложенный нәрсе ғой. Оны қаншама психологқа барсаң да ол біз пока одан арыламайтын сияқтымыз. Кез келген, білмеймін енді, бір эгоистичный адам болмаса ол енді, но бірақ бәріміз енді қарапайым қазақ болған кейін, мысалы мен бірінші ақша тауып бастағанымызда, жолдасымыз екеуміз ақша тауып бастаған кезімізде бір рет барасың шетелге, бір рет өзіңнің қалағаныңды аласың, бір рет машина аласың да болды, ары қарай уже чувство вины пайда бола бастайды бізде, білесіңдер ғой. Неужели мен осылай, ал менің ата-енем өте қарапайым үйде тұрды, енді шынымды айтайын, сондай үйде тұрып жатыр, ал біз мына жақта шалқып жүрміз деген ой келеді ғой енді. Содан кейін жолдасымыз екеуміз отырып ақылдастық та, онда енді мен қызбын, тем более мен төркінімді ойлап тұратын адаммын ғой. Төркінді де жібергім келмейді, мына жақта ата-енені де жібергім келмейді, бірақ мен өзім ата-енеден жол болған адаммын, өте қатты жол болған адаммын, себебі менің ата-енем барған жерім өте керемет адамдар, мінездері жібек адамдар да. Ондай адамдарды обидаға жіберіп немесе бір көкірегіңді керіп ондай адамдардың қасында жүре алмайсың. Өзің ол адамдардың қасында төмен түсесің, одан кейін уже просто осознание келе бастайды да. Біз мына жақта шалқып жүрген кезде, Алматыда тұратын кезде, неужели олар ескі үйде тұру керек? Тем более қара шаңырақ деген сияқты. Содан кейін жолдасымыз екеуміз ақылдастық та, бір Аллаға тапсырып бастап кеттік. Ол кезде бізде керемет ақша болған жоқ негізі. Бір Алла тағаланың бір қасиеті бар ғой. Мен всегда айтам да, оқырмандарыма да шы, бір нәрсені бастасаңыздар жеткізеді Алла тағала. Бір нәрсені бастау керек. Сен айта берсең, ол тәуекел, қорқа берсең, ол басталмаса басталмайды ештеңе. Даже бар ғой, өте көп қой, мысалы, араларымызда да ағайын туыста бар шығар, бір айлыққа үйін бітіріпті деп жатқандар өте көп қой. Бір айлыққа үлкен үй салып жатқан ауылда өте көп. Бірақ ол бір айлыққа қалай бітеді? Ол Алла тағаланың көмегі әйтеуір. Бір бастасаң құралады да жан жақтан. Мозаика. Иә, мозаика. Дәл сол сияқты өзіміздің үйімізді, ауылдағы үйімізді ремонттап кірдік қой біз. Сол кезде мен мысалы декреттемін, мен жолдасым ғана зарплата алады. 250-300 мың теңге зарплата алады да, соны бірақ біз екеуміз 1,5 жылда 4 миллион теңге жинағанбыз ғой. Соған мен таң қаламын. Бірақ айлыққа еще кредиттеріміз бар, үйде керек жарақ бар, бала шаға бар. Бірақ сол бірақ айлыққа біз 4 миллион теңге бір жылда жинасақ, значит, еще ол үйді әдемі қылып бітірсек, Алла тағала құрайды ғой деп жолдасымыз екеуміз ақылдасып сөйтіп бастап кеттік. Ол кезде ақша болған жоқ, шынымды айтайын. Кәдімгідей бастағанда ниет болған кезде, адамда ниет болған кезде Алладан өте керемет ризықтар келеді екен, мүмкіндіктер келеді екен. Сөйтіп екі жақты да, мен айтам да, екі жаққа да ақша бердік бірінші. Бізде есімде 8 миллион теңгеміз қолымызда болды. Теңдей бөліп 4 миллионнан Алматыдан депозиттен екі жаққа салып жібердік. Неге деп? Фундаменттеріне деп. Пландарын өздерің табасыңдар дедік, ата-анама жібердік, ата-енеме жібердік, ата-енемдер бірақ 2 этажды үй таңдады. Маған бәрібір, мен көп оқырмандарым айтады, неге сіз өз ата-анаңызға 1 этажды үй соғып бердіңіздер, неге оларды 2 этажды соқпадыңыздар деп айтады да. Өздерінің таңдауы сол болды. Жерінің көлемі позволять етті деген сияқты. Сөйтіп үлкен үй салып бердік, но бірақ салып бергендегі бір рахат сезімді, оны кез келген адам сезінетін шығар енді. Бірақ менде осы үйге
пока екі жақта кірген кезде, ата анам анандай әдемі үйге кірген кезде, ата енем әдемі шикарный үйге кірген кезде, Ғазиз екеумізде бір мақтаныш сезімі болды, әрі чувство вины деген полностью кетті ғой сол жерде, жоқ болды. Еркіндік. Біз енді өзіміздің міндетімізді атқардық, болды, еркіндік кәдімгідей. Шынымды айтайын, еркіндік келді. Мысалы, сіз табыс тауып бастадыңыз, сол ауылдағы Қара Шаңырақта алғашқы миллиондар сол жерде табылды ғой. Иә. Сол кездегі ақшаға көз қарасыңыз және осындай зәулім үй тұрғызған кездегі ақшаға көз қарасыңыздың ортасында ерекшеліктер бар ма? Ауылда жүрген кезде мен табыс табамын да, бірақ мен өзіме қимаймын ғой. Мен әлі бір оқиғам есімде. Мысалы, мен өзім 1,5-2 миллиондай тауып жатырмын айына, бірақ мен оны басқа біреулерге берем, жаңа үйге жұмсаймын, ата енеге көмектесесің ол жақта да, бірақ мен өзіме бір Шанельдің духиін қимай жүрмін ғой. Сондағы сол 35 мың теңге тұратшы. Сөйтіп мен сол кезде өзім ол кезде магистратурада оқимын, университетте. Магистратурада бір психолог апайымыз болды, сонымен сөйлесіп отырғанбыз кафеде осылай. Сөйтіп мен енді әңгіме барысында айтасың ғой, менде өзімде жаман қасиет бар, өзіме қимаймын. 35 мың теңгеге ана жерде бьюти мани тұр, сол қасында отырмыз. Ана жерден духи алға өзіме қимай жатырмын деймін ғой. Сол кезде ана психолог айтады, не үшін қимайсың, сен өзің тауып жатсың ғой деп, мен миымды енді тәрбиелеп жатыр да енді. Сол психологқа қазір рахмет айтамын, өзіме қиюды ең бірінші. Сен сондай ақша табасың, қалай сен өзіңді риза қылмайсың, бар да ал қазір. Сен қайта ол 35 мың теңгеге өзің қисаң, өміріңе сенің керемет дүниелер одан да 10 есе болып келеді. Сен когда өзіңе қиюды үйренген кезде, басқа жақтан ақша келетін болады. Қайта 10 есе келетін болады. Қазір 1,5 миллион тауып жүрсің ба, значит сен 15 миллион теңге табасың өзіңе қию керек, қисаң деп үйретті да мен сол кезде. Жүгіріп барып сатып алғансың ғой. Сол жерде жүгіріп барып сатып алып, бірақ сол кездегі ана рахат сезімі әлі есімде менде. Деп қоямын ғой, алдым ау депші. Қазір енді мен кез келген нәрсені ала аламын. Бірақ мен көбінесе өз оқырмандарыма айтамыншы, когда шынымен ол өте рабочий способ. Егер сен өзіңе когда қиып үйренген кезде, хотя бы мысалы кейбіреулер 10 мың теңгенің затын ала алмайтын адамдар болады да, қой берші, одан да балама памперс алмаймын ба деген сияқты. Памперске де ақша табылады. Когда сен өзіңе 10 мың теңгеге қалаған затыңды алған кезде. Өте рабочий способ. Мен қасымда қыздарға да айтамын, өзіңе қалағаныңды алып ал. Әйтпесе ақша жетпеген дүние жетпейді ғой, білесіздер ғой. Бірақ сол когда сен өзіңе арнайы өзіңді предавать етпеген кезде, саған больше ақша келе бастайды. Потому что мен өзім негізі айтам ғой, тоқтамай жұмыс жасаймыз. Сендер көресіңдер ғой, демалып жатқан уақытымыз жоқ қой біздің. Тоқтамай бүйтіп ешақ сияқты жұмыс жасаймыз. Роза коуч айтпақшы. Ешақ сияқты жұмыс жасаған кезде мен өзіме кейбір кезде айтам да, мына нәрсені алуым керек деген кезде, оны алмай қойсаң, сен предавать етесің өзіңді уже. Іштей бір өкпе бір пайда болады да, и минусқа кете бастайсың. Когда сен өзіңе қимай жүрген кезде. Оны мен байқаймын, өзім эксперимент жасаймын, мышлениемен қатты жұмыс жасаймын мен өзімнің. Сондай моменттерде өзім зерттеп үйде отырған кезде, значит мен өзімді предавать етіппін ғой. Мен мысалы фитнеске барам дедім бе, әлі бармай жүрмін, значит предательство это. Шынымен негізі мысалы күнде понедельникке қалдырып жүресің оны деген сияқты. Сондай предательствоны жасағым келмейді. Сонда минусқа кетпейсің. Сіз өзіңізге предательство дедіңіз, иә? Енді қараңызшы, мен сізден, мысалы, андай бір танк сияқты адамды көремін, шыны керекші. Андай болады ғой, бір алдыға ұмтылып тұратын, тоқтамайтын, өзіне деген сенімділігі просто вот экранның ар жағынан қатты сезіліп тұрады. Самоуверенность, самовлюбленность деп. Өткенде сторисіңізді байқап қалдым. Бір кісі хейт жазып бастаған кезде сіз айтқансыз, мен деген өзіме сенімділігімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын деп. Дәл мен сияқты өзін өзі жақсы көретін, өзін өзі жаңағыдай өзіне өзі сенімді, өзінің внешностьна толыққанды көңілі толатын адам жоқ деп сөйтіп ашық түрде жазған кезде ананы көріп отырып мен шыны керек қатты қуандым да. И ойладым, енді бәрібір адам болғасын, әр адамның бойында жаңағыдай комплекстар болады ғой. Мен блог жүргізейін десем, түрім онша емес, үйім онша емес, киімім онша емес, көзім онша емес, мұрным онша емес деген сияқты әр адамда комплекс болады ғой. Сондай комплекстар сізде болды ма, және қалай жеңдіңіз оның бәрін? Менің комплексім өте көп болған. Негізі тұрмысқа шыққанға дейін. Менің комплекстің барлығын жоюға мен жолдасым атсалысты болғанда,
мен күйеуге тигеннен кейін оның махаббатын маған көрген кезде мен қалай бар солаймын. Оның алдында мысалы мен фигурам онша емес, түрім онша емес, тісім қисық, көзім қисық деген сияқтылар болды. Ондай өмір бақи менде болған. Мен сұлу емеспін деген комплекс өте көп болды. Ал менің жолдасым, мен 27 жасымызда кездестік, екеуміз үйлендік қой. Сол кезде ол маған үйретті да, мен қалай барым солай жақсы көреді. Мен қолым терлейді мысалы, әлі де терлейді мысалы. Мен сонымен әлі күресіп келе жатырмын, емделемін, бірақ мен онымен амандасуға ұяламын. Енді жігітпен қыз болып жүрген кезде амандасуға ұяласың, қолың терлеп тұрса, ол ұстайды ғой, мен сені теріңмен бірге жақсы көремін дейді да. Сол кезде маған ол каждый мысалы, сен қалай барсың солай. Мен айтамын, блефаропластика жасатамын деп қоймын, көзімді ашамын деп ше. Жасатпа, мен сен қалай бар солай жақсы көремін деп. Ол маған өте қатты уверенность беріп, негізі күйеуім өзіме деген махаббатымды ашты менің. Содан кейін өзім, мені Ғазиз қалай бар жақсы көріп тұр, значит мен красоткамын деп өзімді тәрбиелей бастадым шынымен. Мен қазір өзімнің барлық жерімді ұнатамын. Өзіме уверенмін. Мен блог бастаған кезде тісім қисық болатын мен. Мына жерімде полностью блог бастап, ақша тапқаннан кейін барып мен тісімді түзетіп алдым. Сол кезде менде комплекс болатын болса, мен оны бастамайтын едім. Біріншіден мен ол көрініп тұратын ернім жіп-жіңішке, жаңағы ерінді үлкейтіп алдық, одан кейін әдемі қылып ақша пайда болғаннан кейін. Но бірақ шынымен қазір өзімнің баяғы түрлерімді көретін болсам, тісімнің қисықтық бәрі көрініп тұрған екен. Бірақ мен ұялмай сол кезде өзімді шыққан екенмін. Өзім басында енді көресің ғой блог бастаған кезде. Бірақ сол өзіме уверенностьтің бәрін мен күйеуім көрсетті да маған. Ол мен қалай бар солай жақсы көріп тұр. Неге мен өзімді сонда комплексовать етуім керек? Содан кейін мен өзімді жақсы көріп кеттім. Мені қалай бар солай жақсы көреді. Біріншіден күйеуім, отбасым жақсы көреді, мен бала-шағам жақсы көреді. Оқырмандарым да мені красотка санайды. Мысалы мен кейде мен идеальный емеспін, білемін. Бірақ қалай бар солай қабылдайды. Мен не үшін мен біреудің алдында ақталуым керек? Өзім жақсы көріп тұрмын. Әр адам жеке тұлға, әр адам жаратылысы әртүрлі. Енді Алла тағала бізді осылай жаратса, значит біз осылай қабылдау керекпіз. Ешкім мінсіз емес қой негізі. Енді Дана, біз мысалы енді басында ақшамыз жоқ кезде ладно, қазір енді ақша тауып жүрміз, бірақ мен Кореяға барып өзім пластический операция жасатпасам да болады, оған ақшам жетеді, бірақ жасатқым келмейді өзім. Егер түрім ұнамайтын болса да, мысалы комплексовать етіп қатты не қылатын болсақ, бірақ когда өзіңді өзің солай жақсы көрген кезде уверенность пайда болады. И байқайсыз ба, сол іште шығып жатқан уверенность сенің ойынша, мен енді ойламаймын, там біреудің мына жері не то деген нәрсе мен вообще ойламаймын. Әрбір жерден мысалы жақсы нәрсе көргім келеді. И мысалы өзімде де болады жаңағыдай, менің там көзімді бүйтіп жіберсем, ернімді бүйтіп жіберсем деген сияқты ойлар болады да. Бірақ мен білем, что іштегі ана уверенный энергетика бар ғой, ішіңізден шығып жатқан сөздер, мысалы ішіңізден шығып жатқан энергия, оның бәрін жоққа шығарып, сіздің энергияңыз шыққан кезде ничего не заметно, сіз просто самый идеальный адам болып кетесіз деп ойлаймын мен. Қайтадан нөлден бастауға дайынмын деп айтып қалдыңыз. Сенімділік бұл. Иә, сенімділік. Сенімділік. Қайтадан нөлден бастайтын болсаңыз, дәл қазір не нәрсені өзгертер едіңіз? Не нәрсені ма? Біріншіден мен курс өтпейтін едім. Курс өту қиын ғой, адамдарға жауапкершілік алу өте қиын негізі. Егер өзім негізі мен тауар сатудың адамымын, өзім жақсы көремін. Тауар сатқанда энергичный болып сатамын, білесіңдер ғой, жанып кететінімді тауар сатқанда. Бірақ мен курс сатқан кезде мен ана адамды ойлап тұрамын. Ол шынымен нәтижеге шыға ма? Мен ладно өзім алып кеттім. Біреуден курс оқыдым ғой менде. Біреуден үйренбесең, ол әйтеуір курс бұл заманда керек. Мен де біреуден үйреніп, соны ары қарай алып кеткен адаммын. Но бірақ қазір өте көп адамдар жертва, бәрін біреуге сырып қойып, анау күнәлі дейтін заман ғой қазір мысалшы. Өзіне жауапкершілік ала алмайтын адамды сен соған жауапкершілік алып тұрсаң, ол нәтиже шығармаса, менде чувство вины өте көп болады. Сол үшін мен кезінде курс өткенмін. Курс өткен кезде де мен командамда қыздарды давить ете беретінмін, қатты. Нәтиже шығаруымыз керек. Первый раз мен үшін ақша емес негізі өмірде. Бірінші ақшасы құрсын, ол ақша келеді. Но бірақ мына адам довольный болмай кетсе, ол не деген репутацияңды кетіреді біріншіден сенің. Екіншіден ол өмір бақи сен туралы айтып жүреді ғой. Осыдан курс оқып едім, ешқандай нәтиже жоқ деген сияқты. Вот сол нәрседен қатты қорқатын адаммын өзім. Сондықтан курс сатудан аулақ жүретін едім негізі. Бірақ негізі әр адамның өзіне байланысты ғой. Өзіне байланысты, потенциалына байланысты. Үлкен ақшадан қорқу. Соңғы шампуньімді сатып бітірген кезде өте қатты қорқыныш болды. Себебі мен өзім патологыма тұрып қалдым. Көп ақша тапқан кезде мен әркім өзім патолог болады, мысалы
100 миллионға дейін мысалы 100 миллионға дейін таба аламын деген нәрсе болады да адамда, соған дейін жұмыс жасайды да, одан кейін болды, уже ары қарай оказывается любой адам патолог болады екен. Мен сол патологқа бардым да стресске түстім. Болды, мен бұдан кейін таба алмаймын, куда дальше деген сияқты нәрселер болды маған. Шынымен болды, енді мен жаңағыдай өзім қорқыныштарымды алып келе бастадым. Болды, енді маған тексеру келеді, налоговыйдан келеді деген сияқты юристтерімді қосып, жаңағы бухгалтерлерімді қосып, документтің бәрін туралайық, налогты төлейік. Мен ешқашан проблема жоқ, бірақ өзім создавать етіп жатырмын өзім. Бірақ налог төленіп жатыр. Мен заңнан қашқан адам емеспін. Всегда налог төлеген жақсы көремін. Еще мен айтамын, өкімет бізге жұмыс жасауға мүмкіндік беріп жатыр ма, значит, артығымен төлеу керек деп айтып отырамын мен всегда командама ше. Төленіп жатыр, налогтың бәрі төленіп жатыр, бірақ өзім қорқып жүрмін ғой мен. Жаңа өзім патологыма тұрып қалдым да. Одан кейін кітап оқи бастадым. Өзім кітап оқып, психология бойынша. Вот осы жерде мен психологқа жүгіндім. Потому что мен өзім патологыма тұрып қалдым да, ары қарай ақша таба алмайтын сияқты болып қалдым. 3 ай менде стресс болды. Сөйтіп психологқа бардым. Сөйтсем ол маған жаңағы бір психологтың көмегі не үшін қажет? Біз оны кітаптан да оқып білеміз, ютубтан да көріп алуымыз мүмкін да, бірақ саған өзіңе көзбе-көз бүйтіп айтып жатқанда, Дана, сен таба аласың, неге таба алмайсың деген адамның сөзі өзі жәрдем ғой негізі. Мен өзім сөз жәрдем дегенге өте қатты сенетін адам. Біреу маған ты сможешь, Эльмира, ты сильная десем, мен тауға баруға дайынмын. Сол сияқты сөз керек болды да маған. Сөйтіп жаңа психологтың көмегіне жүгіндім, 300 мың теңге беріп терапиясын алдым да, айттым, мен өзім патологыма тұрып қалдым, болды, енді мен как будто ақша таба алмайтын сияқтымын деп айттым. Сөйтіп едім, ол кісі кәдімгідей. Енді ол қандай көмек береді? Ол сөз жәрдем береді. Ты сможешь, осын таптың ғой, одан бетер табасың деген сияқты бір-екі терапиялар берді. Одан кейін болды. Өзім ана сөзге сенгіш адаммын. Одан кейін өзім миыма құйып алсам, болды, таптым ғой, табам деген сияқты. Уже ана патологтан шықтым. Өзі сондай көп ақшадан қорқу деген болады екен. Болады. Мен кәдімгідей өзіме ондай болады деп ойламағам, бірақ именно сол мәселе өзіме алдыма келіп тұрған кезде мен даже қыздарыма да айтамын ғой, менде стресс, қыздар, мен психологқа баруым керек, бірдеңе істеуіміз керек болмайды, бұдан кейін мен ақша таба алмаймын деп сондай өзіме. Адамның басында екен ғой проблемасы Дана. Адамның басында просто ой ғана. Егер сен я смогу, егер шынымен айтамыз ғой, өміріңе тек қана жақсы нәрсені ойласаң, тек қана жақсы нәрсе жүреді. Элементарный сен тек қана жамандық тап келетін болсаң, бүкіл жамандық сен айналаңда жүреді. Сол сияқты я смогу, мен табамын, минусқа кетсем де шығамын. Арамызда көп қой ондай оқырманымыз, который мысалы өмірінде қайта-қайта неудачалар болып жатқан. Ол неудача неден келе береді? Просто элементарный өз басымнан айтатын болсам, өз опытыммен. Когда сен жаман нәрсені ойлай бергенде, әйтеуір алып келесің ғой соны. Жақсы нәрсе менде күшті болады, менде жақсы болады. Мен ана мелочтарға сенетін адаммын ше. Элементарный, мен парковка бар ғой, парковкада кейбіреулер, менің күйеуімде вечный проблема с парковкой. Онда өмір орын таба алмай жүреді. Ал менде ешқашан парковкамен мәселе болмаған. Мен жаңа келе жаттым мына жерде, енді суббота воскресенье болмаса орын жоқ қой мына жерде. Бірақ күшті орын дайын тұр екен. Мен өзім бүйтіп миыма дайындап келем. Маған қазір алдынан әдемі орын дайын тұрады деп өзім сендіріп келем да, шынымен орын дайын тұрады. Менде ешқашанда парковкадан мәселе болмаған. Мен күйеуімде всегда парковкада мәселе. Ол ана көшеге қойып келетін еді осы уақытта. Мен айтам да, Ғазиз, сен өзіңе сенсейші деп айтам кейде. Сен когда өзіңе сенген кезде шынымен болады ол. Жақсы нәрсе ойлау керек деген. Сіз мысалы енді көп ақша табуын таптық, ол ақшаны қалай басқарамыз? Мысалы көп адамдардың проблемасы бар дүниесін жаңағыдай дұрыс басқара алмайды да. Сіз мысалы 1 миллион таптыңыз ба, сол 1 миллионды қалай дұрыс басқарасыз, қай жағын шығынға жібересіз, қай жағын қайтадан товарға саласыз деген сияқты. Мысалы тапқан табысыңызды қалай басқарасыз? Тапқан табысқа дүние алып қою керек қой негізі. Үй алып қою керек, үйту керек. Енді керемет финансовый грамотный деп айта алмаймын Дана. Мен деген шашатын адаммын негізі. Шашып жейтін адаммын, жаңа қыран қыз шашып жейді дейді ғой. Мен біреуге берсем, командамда довольны болып жүрсе, элементарно мен өзіме задача қойып қоямын. Әр мысалы тапқан табысымнан ана біреуге 10 миллион беруім керек, үй жоқ адам ол деген сияқты ше. Мысалы мынаған біреуге мынандай беруім керек деп ондай задачаны өзіме қойып қоямын. Сол задачаға жеткен кезде мен болды, миссиям орындалды деген сияқты жаңағыдай өзіме мақсат қоямын да сондай. Мысалы ақшаны басында ауылда тұрған кезімде менің отбасы банк бар ғой, отбасы банкке ақша жинатын мен. Себебі одан депозитке ала алмайсың ғой ақшаны, салып қойсаң. Каспийден күніге аударып ала бересің ғой. Каспийдің бір жаман жері.
ана салынбайтын алынбайтын депозитке салып қойып сол жаққа қарап отырғанды жақсы көремін. Одан кейін жаңағы үйді бірінші рассрочкаға ала бастадым мен. BI группқа бардым да, бірінші BI групптың офисіне кіруге қорқатынмын. Себебі ол кезде шынымен BI групптан үй деген өзім ауылда тұрам, BI группқа кіруге қорқасың ғой, андай қымбат үйлерге. Сол кезде барып өзім қалтамда 5 миллион теңге жинап қойған ақшам бар да, менде 5 миллион теңге бар, мен не алуға болады деп қоямын ғой. Сөйтсем первоначальный құйсаңыз болады, 20%-тен кейін ары қарай рассрочкамен құйсаңыз болады деді. Алғашқы үйімді қаладан Шымкент қаласынан 22 миллионға сөйтіп алғам. 5 миллион теңгесін төлеп, қалғанын 2 айда тауып бергем. Бірақ ана тапқан табысымды 10 мың теңге салсам да BI групптың жаңа рассрочкасына құя бердім. Ондай кезде шығындарды не істейсіз? Қысасыз ба? Шығындарды қыспаймын мен. Мен тапқан ақша бір жаман әдет шығар, мүмкін жақсы әдет шығар. Маған мысалы 100 мың теңге түсті ма қазір? 100 мың теңге сап тастаймын да, тып-тыныш отырамын. Мына жақта расход бірдеңені ойламаймын. Әйтеуір береді Алла тағала деп отыра беремін. Сондай қасиетім бар мен. Қазір мысалы маған 1 миллион теңге келді ма, бұны мен бір айға бөлуім керек, анаған балам оқуына төлеу керек деген қасиет жоқ менде. Значит, мен ойыма келді ма, BI группқа төлеуім керек па, төлеп тастай саламын да, мына жаққа баламның оқуына табу керек деген екінші задача шығады менде уже. Вот сол кезде мен балам оқуына тауып беремін. Мысалы, кейбір адамдар бір жаман қасиеті бар ғой, 10 мың теңгеге зат аламай отыратын адамдар бар да, одан да подгузник алам деп отырады да, мына жақта да алмайды, подгузнигі де қалмай, басқа жақта ақшасы қалып кететіндер болады мысалы. Сондықтан мен первый очередь жаңа мысалы рассрочка дей ма, өзім ойыма бір цель қойдым ба, үй алу керек дейсің ба, соған бітірмейінше мына жақтағы мәселелер қоя тұрады да, бірақ бұл жаққа да табылып жатады. Главное сен өзің жаңа сенімді болсаң болды өзіңе. Егер қазір ауылдағы Эльмира көз алдыңызға бүйтіп қазір ойлаңызшы, мына жерде сіз тұрсыз, мына жерде ана видеодағыдай мен жақсы көремін оны деп па? 2000 нешінші жыл? 2021 ғой? 2021. 2021 мен 25 қазір қатар келді. Ауылдағы Эльмираға не айтар едіңіз? Жаным деп жақсы көретін едім мен оны. Рахмет саған. Мен өзім жағым келіп жатыр ғой. Я, мен потому что ол моменттерімді мен өте қатты жақсы көремін. Алғашқы ақша табудың ләззаты, өзің рахаттану, ауылда отырып ақша табу. Ауылда мен хит келін едім ғой. Ойбай, ауылда хит келін бар деп. Бүкіл ауылға хит келінмін. Жаңағы сайттардан заказ беремін ғой. Ол кезде дегенше элементарно қазір Қытаймен ол кезде біріншіден карантин, Қытай жабық. Екіншіден өмір ешкім ыдыс бірдеңе әдемі заттар заказ бермейтін ол кезде. Киім бірдеңе Taobao деген сайт ешкім білмейтін еді ол кезде. Мен біреуден оқып алдым, 15 мың теңге курс, сөйтіп мен люстра заказ беріп үйіме құрғызам, ауылдағы бүкіл қайнылерімді жинап аламын да, давай құрыңдар деймін, задание беремін. Олар жеңшеміздің заты келе жатыр, құрамыз деп келеді, бәрі жиналады үйге кешкісін. Мен шай беремін. Сосын жаңа Trendyol деген сайт шықты, одан кейін білесіз ба? Түркиядан. Сөйтіп турецкий мынандай чашкалар заказ берем, бардак бар ғой. Сондай мен шай берем оларға үйге келіп. Мен өте уютты жақсы көрем. Мен үйіме келіп, жолдасымның достары үйге келіп шай ішуге қатты армандайтын. Потому что мен тек қана әдемі ыдыстарды қойып қоямын, әдемі жаңа бардактармен берем, бүйтіп отырып Турцияда отырған сияқты шай ішетін. Еще күйеуім жұмыстан келгенде жайнатып қоямын дастархан, тамақтың иісі шығып тұр. Мына жақта өзім үй деген тап-таза, әдемін жақсы көрем өзім. Сөйтіп жаңа достарын шақырып кел деймін. Шай береміз, күштілеп тұрып шай ішеміз. Ауылдағы кездер өте күшті. Прям кайф, тып-тыныш. Сағынам кейде. Сөйтіп жүріп блог жүргізім ғой мен енді. Бірінші алғашқы штативімді әкеп беріп, күйеуім мысалы құтты болсын деп 8 мартқа штатив әкеп берген мен. Оған қуанып, соған видеолар түсіріп, сондай бір керемет моменттер болды да ол. Ол кездерде сағынам. Бірақ қазір мен сол кезде ешқандай ақша таппаймын. Просто өзім үшін. Өзім жаңағы мына ыдысты заказ беремін да, соны ашып распаковка жасаймын жаңағы сайттан. Сөйтіп соны TikTokқа саламын, ол просмотр жинап, вау деген сайын мен рахаттанамын, ана ұшам ғой. Тағы да түсіргім келеді, тағы да заказ беремін. Прям андай ешқандай. Блог жүргізу деген мақсат қайдан шықты? Кімнен көрдіңіз? Болмаса не әсер етті? Менің негізі көтерілуіме бірден бір себеп ол менің бірінші намерение дейді адамда. Менде ол блогтан ақша табу деген мақсат болған жоқ. Мысалы қазір намерение, қазір екінің бір айтады, мен блог жүргіземін ақша табам деп айтады. Одан кейін көп адам выгорание кетіп қалады, себеп 3 айдан кейін таппаса құрып кетші дейді да, лақтырып тастайды ғой. Ал менде мынандай болды да, маған блогтан ақша табу деген білмедім ғой кезде мен. Ол табуға болатынын да білген жоқпын. Просто осознанно келді да маған. Блог жүргізем, жаңа күйеуіме пранктар жасаймын сол кезде. Қазір мысалы түрімде күледі ғой, қалай сен жасағасын деп. Мысалы күйеуіме прикол түсірем, күндікпен өзім 40-мнан шықпаған балам бар мысалы.
екі балам аяғыма суретіп жүріп жаңағы рецепттер түсіремін, приколдар дайындап қоямын, кешкісін соған прикол түсіреміз, солар тиктокқа саламын да, солар түсірген қызық үшін. иә қызық үшін жаңағы просмотр жинаған сайын мен де қанаттанамын ғой. Күшті просмотр жинады, 10 000 просмотр жинадық деп қуанам. Сөйтіп жүріп жасалған дүние. Одан кейін жаңағы копилка деген нәрсені тауып алдым, соны саттым, күйеуім оны таратып келеді, одан 5 миллион теңге тапқам ғой үйде отырып. Оның өзі оказывается тиктоктан ақша табуға болады екен ғой деген сияқты. Солай келді да маған, біреу үйреткен жоқ оны. Сен тиктоктан ақша табасың деген жоқ маған ешкім. Мен өзім бүйтіп жайлап ана өзім жеткеннен кейін вау таптым деген сияқты менде эмоциялар болды да, тоқтамадым. Кәдімгі робот сияқты. Алтын тапқандай. Алтын тапқандай. Сондай күшті эмоциялар болды. Одан кейін жаңағы Қытай сайтын оқып алдым да, Қытай сайтынан жаңағы иллюстралар заказ бердім, ыдыстарды заказ бердім, оны көрсетіп түсірдім. Одан курс оқытшы деді адамдар. Бірінші курсты 5 000 теңге оқытқам ғой. 5 000 теңге еще қорқып қоямын ғой, еще қалай оқытамын бұны деп. Бәрі ана біреуден үйрену емес, осознанно келді да. Біреуге үйретіп видео санатпен сен тіркелдің ба? Давай мынаны тіркелеміз деп. Сондай болып үйренді да бәрі. Сосын сабақ жаздым, менеджер алдым деген сияқты. Одан кейін уже ауылға сыймай бара жаттым. Одан кейін Алматыға кеттік. Сол рост Алматыға келгеннен кейін болды ғой. Бас аяғы 4 жылдың ішінде, иә? Күшті, керемет, өте керемет. Алдағы 10 жылдағы ең үлкен арманыңыз? Ой, арман деген көп қой, арман деген таусыла ма Дана? Адам бай құдай болсам дейді, ой, кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді деген өте дұрыс сөз екен ғой. Негізі адамда қанағат жоқ екен ғой. Мен айтам да, жаңағы айтып отырмыз ғой, сол ауылда кезде мен бірінші ең бастағанда 1 миллион теңге тапсам деп армандайтын ол кезде ше. 1 миллион теңге тапқан екен, вау, табуға болады екен ғой, онда 10 миллион деген сияқты аппетит ашыла береді екен. Қазір мысалы мен басты мақсатым кәсіпкер осы Элайн деген бренд шығарып жатырмыз ғой, соны ұзақ мерзімді қылсам деймін, соның ғұмыры ұзақ болсын деймін, одан кейін Forbesқа кірсем деймін, сондай бір план қойдым. Сіз уже кіріп тұрсыз ғой Forbesқа? Жоқ, кәдімгідей законно прям әлі жоқпын ғой мен ол жақта, просто кірсем деймін деген. Сондай бір долларовый миллиардер болғым келеді енді. Адам арман таусылмайды ғой. Жететін шығармыз оған да. Құдай қаласа жетесіз. Мен вообще даже 1%, 1 капляда күмәнім жоқ, что сіздің ол арманыңыз орындалатынына. Осы подкастқа келгеніңізге көптен көп рахмет. Өз басым өте көп инсайт алдым. Көрермендер де мықты инсайттар алды деген ойдамын. Егер сіздерге осы подкаст ұнаса, комментарийге өз инсайттарыңызды жазыңыздар. Біз сіздерге менің осындай мышление деп жатырмыз. Осындай мышленияны көтеруге бағытталған табыстайым атты күнделікті сыйға тартатын боламыз. 3 адамды қуантатын боламыз. Мықты инсайттарды комментарийге жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал сізге сәттілік тілеймін. Мен вообще сомнениям жоқ. Forbesқа кірген күні маған звондаңыз, өзім сүйіншіңізді апарып берем. Сол сізге көп рахмет, сәттілік тілеймін. Барлық арман мақсаттарыңыз орындала берсін. Қазақтың сондай бір қоғамның мәртебесін, экономикасын, елімізді өсіретін сондай бір тұлғаға айналуыңызға тілектеспін. Forbes қазақстандық емес, әлемдік Forbesқа кіріңіз, иә. Біз сізді Құдай қаласа сол тізімде көрейік. Дана, осы жерде мен сізге айтып кетейін, осы подкастты шығарып жатырсыз ғой. Негізі подкасттар өте, мен мысалы подкаст көріп жүретін адам. За рулем кетіп бара жатсам да біреудің подкастын көріп жүремін. Мен одан мотивация аламын. Сондықтан сіз керемет дүние жасап жатсыз. Осы жерде оқырмандарым болатын болса, жаңадан бір жол болмай жүрген или болмаса неден бастарын білмей жүрген оқырмандарым болса, мен айтар едім оларға ешқашанда қолдарыңызды сақтарыңыз сындырмаңыздар. Бәрі алда, тағы да көріңіздер, болмай қалған нәрсе болса берілмеңіздер, одан кейін подкастты көп көруге тырысыңыздар. Қазір байқасаңыздар өте көп негатив болып кетті. Біреуді осуждение, біреуді обсуждать етеміз, ой, ол кінәлі екен дегеннің орнына қайта осындай подкасттардан сіздер мотивация алыңыздар. Оказывается, она смогла, почему я не смогу деген сияқты нәрселерді алу керек. Дана да керемет, мысалы, өзінің орнын қойып жүрген адам. Мен де өзім простой адам деп санамаймын енді деп па. Менен кішкене болсын мотивация алса, мен өте қуанышты болатын едім оқырмандар. Сондықтан вы сможете, егер сіздің өміріңізде какой-то бір неудача болып жатса, бұл да өтеді. Менің өмірлік ұраным бәрі өтеді деген. Осы подкастыңызға шақырғаныңызға рахмет. Сәттілік тілеймін сізге. Рахмет.